Баяғыда бір етікші болыпты. Ақшадан жұрдай болса керек. Ақырында әбден кедейленіп бітіп, қос етік тігерліктей ғана былғарысы қалыпты. Іңірде әлгі былғарыдан етік пішеді де, қазір жатып ұйқымды қандырайын, таңертең ертерек тұрып тігіп тастармын деп ойлайды. Сөйтеді де жатып ұйықтап қалады. Таң сәріден оянып, беті қолын жуып, жұмысқа кіріспекші болып ыңғайланса, жұмысы дайын тұр. Етіктерді біреу тігіп қойыпты. Етікші өз көзіне сенер-сенбесін білмей, аң-таң. Мұны неге жоруын да білмеді. Етікті қолына ұстап, аударып төңкеріп қарай бастайды. Қалаймын сіз тігілген десеңші? Тігісінде бір ақау жоқ. Асқан сімер адамның қолынан шыққаны көрініп тұр. Көп күттірмей сатып алушысы да табылды. Етікке қызығып көп ақша төлеп сатып әкетеді. Етікші енді екі қос етік тігетіндей былғары сатып алады. Іңірде екі қос етікті пішеді де, қазір жатып көз шырымын алайын, таңертең ертерек тұрып тігіп тастармын деп ойлайды. Таң сәріден тұрып беті қолын жуып жұмыс орны жаққа қараса, екі қос етіктің де екеуі тігіліп дайын тұр екен. Сатып алушылар бұл жолы да тез табылады. Етіктерге қатты қызығып көп ақша төледі. Етікші енді бақандай 4 қос етік тігетіндей былғары сатып алады. Келесі күні таңертең 4 қос етік те тігіліп дайын тұрса керек. Сөйтіп содан бері күн сайын осылай қайталана береді. Іңірде пішілген етік таңертең тігіліп дайын тұрады. Етікшінің тапшылық, жоқшылық өмірі ұмыт бола бастайды. Бір күні іңірде күндегідей бірнеше етік пішіп қояды да, ұйықтар алдында әйеліне: "Бәйбіше, бүгін ұйықтамасақ қайтеді? Етікті тігіп жүрген кім екен? Соны көріп білейік та", дейді. Бұл сөзге әйелі қуанып: "Мақұл, ұйықтамаса ұйықтамайық, көрейік кім екенін", дейді. Үстел үстіне шырақ жағып қойып, бұрышта ілінген киімдерінің артына барып, тығылып, күтіп отыра береді. Бір уақытта дәл түн ортасы болғанда үйге кішкентай кісілер келіп кіреді. Етікшінің үстеліне шығып отыра қалып, кішкентай саусақтарымен пішілген былғарыны алып тіге бастайды. Бізді шанышқанына, тарамысты өткізгеніне, балғаны тығылдатқанына көз ілеспейді екен. Етікші таңырқап, кішкентай кісілерден көпке дейін көзін тайдыра алмайды. Бар етікті тігіп болғанша, аналар бір тыным алмайды. Соңғы етік дайын болысымен үстелден секіріп түседі де көзден ғайып болады. Таңертең әйелі күйеуіне: "Бұл кішкентай кісілер қолымызды байлыққа жеткізді. Біз де бұларға бір жақсылық жасауымыз керек қой. Кішкентай кісілер біздікіне ылғи түнде келеді. Үстерінде киімі жоқ, сірә тоңатын шығар. Менің басыма мынандай ой келіп отыр. Мен әрқайсына көйлек, күрте, шалбар тігіп қояйын, ал сен етік тік", дейді. Етікші әйелінің сөзін тыңдап болып: "Ойың жақсы екен, шіркін-ай, шынында да солай істесек бір қуанып қалар еді-ау", дейді. Сөйтіп бір күні кешке сыйлықтарын пішілген былғарымен бірге үстелге қойып, өздері тағы да бұрышқа тығылып, кішкентай кісілердің келуін тосып отыра береді. Бұрынғыдай дәл түн ортасы болғанда үйге кішкентай кісілер кіреді. Үстелге секіріп шығып, іске кіріспек болса, пішілген былғарымен бірге әдемі көйлек, күрте жатыр, қасында кішкентай етік тұр. Кішкентай кісілер дегенде абыршып, аузын ашып қалса да, соңынан қуанып мәз болады. Әдемі киімдерді тез-тез киіп алып, би-билеп өлең айта бастайды. "Сәнді киім мұнша көп, киіндік те кенелдік. Етік тігер мұрша жоқ, қызыққа енді бөлендік". Үстелден үстелге, орындықтан орындыққа секіріп, кішкентай кісілер ұзақ уақыт өлең айтып би-билейді. Сонан соң бір кезде ғайып болады. Қайтып етік тігуге келмей қояды. Бірақ содан бері етікшінің ұзақ өмірінде бақыт пен сәттілік екелі жанынан қалмай бірге болған екен, дейді.